Баршаңызға ассаламу алейкум. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бента торттар жасаймыз. Бір рецептен 4 данасы шығады. Ал кеттік. Ең алдымен бисквитін дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаға шым-шым тұз қосып, жақсылап миксермен араластырамыз. Көпіре бастаған кезде жаймендеп қантымызды қоса отыра миксермен үлкен жылдамдықта араластырамыз. Мінекей осылай ағарып, 3 есеге ұлғаяды. Содан соң ванильная паста, ванильный экстракт немесе ванильный сахар қоссақ болады. Мүлдем қоспасаңыз да болады. Жақсап араластырамыз. Одан кейін ұнға қамыр қопсытқыш қосып араластырамыз. Жылы сүт құямыз. Сұйық май құямыз. Баяу жылдамдықта араластырамыз. Миксердің баяу жылдамдығымен араластырыңыздар. Одан кейін құрғақ ингредиенттерімізді електен өткізіп қосамыз. Міне 3 бөліп қостым. Және де ортасына қарай өткізген жоқпын. Үстіне теп-тегіс қылып өткізім, өйткені ортасына қарай түсіп кетуі мүмкін. Сосын іртік-іртік болып қалады. Баяу жылдамдықта араластырыңыздар. Онды бірден қосуға болмайды, басылып қалады. Мінекей осындай масса болып шығады. Қамырымыз дайын. Силиконовый лопаткамен тағы бір араластырып алыңыздар. Сосын противенге осылай қамыр кішкене жағып жіберіп, пергаментімізді осыған жабыстырып төсейміз. Содан соң массамызды теңде 2-ге бөліп, 2 противенде пісіріп аламыз. Тегістеп жайып, 170 градуста қызып тұрған пеште қызарғанша пісіреміз. Шамамен бір 30 минуттай пісетін шығар. Пештеріңізге қарай. Енді креміне құлпынайымыз дайындаймыз. Құлпынай пюресін өзіміз дайындаймыз. Қатырылған құлпынайды сотейникке салып, отқа қойып, араластыра отыра сұйықтығы кеткенше ұстаймыз. Яғни бізге құлпынайдың суы керек емес, тек өзінен пюре шығаруымыз керек. Блендермен жақсылап еземіз. Массамыз сұйық болмау керек, таза пюре шығу керек. Клубничный крем болады бізде. Осы массамыздың бетін жауып, толықтай суытып, тоңазытқышта 3-4 сағат ұстаймыз. Корждарымыз піскен соң бірден осылай дөңгелек формамызбен кесіп аламыз. Расход аз болу үшін арнайы осындай форма болады, соғанда құйып пісірсеңіздер болады. Әрине уақыт алады, егер бірден 4-5 бента торт жасайтын болсаңыздар. Мінекей жаңағы коржығымызды кескеннен кейін осындай доп-домалақ болып шықпаса, қалған коржықтарымызбен қосып жіберсек болады. Яғни осылай жамап-жамап қолдана бересіздер. Еш нәрсе етпейді, креммен сіңіп әдемі болады. Енді кремін дайындаймыз. Творожный сырға қантты қосып, жақсылап тұрып миксермен араластырамыз. Творожный сырдың мөлшері көбірек бізде. Содан кейін салқын сливкімізді қосамыз. Миксермен жақсылап тұрып араластырамыз. Біздің кремімізді стабильный қылатын осы творожный сыр. Енді лопатканың көмегімен тағы да араластырып жібереміз. Енді сыртын қаптау үшін кремімізді алып қаламыз. 130 граммнан
алып қалсаңыздар жетеді. Кішігірім кремді бояу үшін, сурет салу үшін алып қалдым. Енді пропитка жасаймыз. Су, сүт және қантты араластырып қолданамыз. Жаңағы салқын пюремізді қалған ішкі креміне қосамыз. Сосын қант қосып, тағы да араластырамыз. Бір келкі болғанша. Мінекей креміміз дайын болды. Осы крем 4 бента тортқа жетеді. Тортымызды жинаймыз. Коржымызға пропитка жасаймыз. Сонда сочный болады. Кремімізді жағамыз. Крем бірдей, теңдей болсын, бәріне жетсін десеңіздер, бұлай көз мөлшермен емес, барлығына корждарды жайып қойып, кремдерді салып шықсаңыздар болады. Міне осылайша торттарымызды жинаймыз. Бірінші корж, сосын пропитка. Пропитканы ұмытпаңыздар. Содан соң крем жағамыз. Осылайша бүкіл бента торттарымызды жинап шығамыз бірінші. Ең үстіңгі коржға да пропитканы ұмытпаңыздар. Ендігі этап торттың сыртын қаптайтын кремді бояу. Вивит деген гелевый краситель және топ декорды қолданамын. Осы красительдер жақсы. Енді әрлеу өз еркілеріңізде. Қандай бента торт жасайсыз, өзіңіз білесіз. Мен бұл видеода тек идеяларды көрсетемін сіздерге. Ары қарай өздеріңіздің қалауларыңызша. Міне әрқайсысын осылай бояп алдық. Тортты жинаған соң бір 2-3 сағат пропитка қойып қойған дұрыс болады. Сонда торттың сыртын қаптауға да ыңғайлы болады сіздерге. Кремді жағып шықтық, сосын шпательмен осылай тегістеп аламыз. Барлық торттардың сыртын қаптап алғаннан кейін әрлеуге бірден көше берсек болады. Бағанағы қызыл торттан қалған қызыл кремді қалтақшаға салып алдым. Және де қалған бір темный кремді қара түске бояп алдым. Ең бірінші торттың үстіне жазбас бұрын осылай шпажкамен немесе зубочисткамен жазып алыңыздар. Сосын үстінен креммен жаза саласыздар. Сонда әдемі шығады. Қызыл креммен осындай жүрекшелер жасап шықтым. Менің YouTube каналымда 101.400 оқырман болып қалыпты. Мен 100.100 деп қойыппын. Бірақ Аллаға шүкір, аз уақыттың ішінде 1400 оқырман қосылыпты. Рахмет сіздерге мен таңдағандарыңызға. Мінекей осында екі түрлі контейнер болады. Біреуі 10 сантиметрлік бента тортқа арналған, біреуі 7 сантиметрлік тортқа арналған екен. Ең бірінші мен кішкентай торт жасап қойған едім, ол 1 адамдыққа екен. Мына бента торт 2 адамдыққа арналады.
тіптен өзіңіз де жесеңіз болады. Қараңыздар, пергамент қағазын мен осылай туралап кесіп алдым. Пергамент қағазы контейнерге батып тұру керек. Аккуратно абайлап осылай тортымызды пергаментке қоямыз да, пергаменттің екі жағынан ұстап контейнерімізге саламыз. Бірден пергаментке қойып, сосын әрлесеңіздер болады. Бұл тортқа мен қоянның суретін салдым. Енді мен ондай керемет суретші емеспін. Әрлеу өз еркілеріңізде, жаңағы қалып қалған кремдерден импровизация жасасаңыздар болады. Сіздерге үлкен сәттілік тілеймін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздердің қолдарыңыздан келеді. Кез келген адам қолынан келеді. Көп шығын жасамас үшін осындай кішкентай бенто торттарды жасап, әртүрлі әрлеп, оны осы айда, осы желтоқсан айында міндетті түрде в наличии сатылымға шығарыңыздар. Тез өтіп кетеді. Өйткені қолжетімді бағада, және де екі адам үлкен торт заказ бермейді ғой. Екі адам мысалға осындай кішкентай торттың дәмін көргісі келеді. Және де үстіне әртүрлі сурет, сөздер жазып берсеңіздер қандай приятны. Осы ай, декабрь айы, кондитерлердің айы десе болады. Өйткені торттар өте көп өтеді, өте жақсы табыс таба аласыздар. Осы айды міндетті түрде қолданып алыңыздар. Сіздерге сәттілік, табыстарыңыз еселене берсін, баршаңызға берекелі болсын. Менің инстаграм парақшама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыз. Ол жақта да өте керемет рецепттермен бөлісіп тұрамын. Стористерім өте қызық, энергичная болуға мотивация беремін. Барлығына мүмкіндігінше үлгеруге болады. Сол үшін инстаграм парақшама тіркеліп қойыңыз. 2 Понди. Каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.